Архимед күшін қарастырайық. Мысалға бізде мына ыдыс болсын. Ыдыстың ішінде сұйықтық бар. Су бола қойсын. Осы сұйықтыққа батқан кез келген денеге кері итеруші күш әсер етеді. Кері итеруші күшті Архимед күші деп атайды. Жоғары қарай кері итеруші күш тек қана жоғары бағытталады. Ал төмен қарай бізде ауырлық күш. Осы Архимед күшін табу үшін бізде ро сұйықтықты көбейтеміз, g-ға көбейтеміз дененің батқан бөлігіне. Мұнда ро сұйықтықтың немесе газ тығыздығы. Яғни дене сұйықтықта батса сұйықтық, газдың ішінде болса газ. Өлшем бірлік килограмм метр куб. G бізде еркін су үдеуі 9,8 ньютон килограмм. В деген дененің батқан бөлігінің көлемі. Батқан бөлігінің көлемі. Метр кубпен. Яғни толық батса толық көлем аласыңдар, жартылай батса жартысын аласыңдар. 3/1 батса 3/1 аласыңдар. Келесі F Архимед ол P0 минус P деген формуланы табуға болады. Бұнда P0 деген mg салмақ, вакуумдегі салмақ, вакуумдегі салмақ. Кей есепте ауада салмаққа mg ала береді. P ол дененің сұйыққа немесе газға батқандағы салмағы. Сұйықтағы немесе газда батқан кездегі салмағы. Сонымен сұйыққа немесе газға батырған кез келген денені кері итеретін күш пайда болады. Осы күшті Архимед күші деп атайды. Себебі мұны Архимед бірінші зерттеп Архимед заңын шығарған. Осы Архимед күшінің есептеудің осы екі формуласы бар. Сонымен қатар бізде Архимед күші, мысалы тасты алатын болсақ, осы тастың көлеміндей сұйықты ығыстырады ғой. Сол ығыстырған көлем осы Архимед күшіне тең болады салмағы. Яғни мына тасымыз біздің, мысалы мына тас бізде салмағы P тас 10 ньютон болсын. Онда осы көлемдегі, осы тастың көлеміндегі сұйықтық, осы көлемі тастың, сосын сұйықтың көлемі бірдей деп алсақ, онда біздің Архимед күшіміз осы тасқа әсер ететін осы көлемде сол сұйықтың салмағына тең болады. P сұйық. Тағы да жеке жағдайлар қарастырып есеп шығарғанда. Мысалы бізде біздің суымыз болсын. Ішінде бір дене бар. Осы дене мысалға ағаш болса, ол судың бетіне шығады. Егер ағасы судың бетіне шығармау үшін біз оны қосымша байлап қоямыз. F деген күшпен тартып тұрады, керіліп. Төмен қарай ауырлық күш mg. Ал су тарапынан бұған жоғары қарай Архимед күші әсер етеді. Сонда сұйыққа батырылған денені сұйықтың бетіне шығармау үшін төменнен ұстап тұратын болсақ, яғни ол ағаш, пластмасса, пластик, пенопласт, доп мысалы үрілгенді, шар бәрі судың бетіне ұмтылады ғой. Соны төмен жағына ұстап тұру үшін оның төмен жағына қосымша күш түсіреміз. Бұл сурет бойынша F Архимед тең болады. Кері бағыттың астында F пен mg бар, бір бағытта. Біз оның алдында өттік, бір бағытта болса күштер қосылады деп. Осыдан күшті табу үшін бізге ұстап тұрған F Архимедтен азайтамыз ауырлық күшін. Кері жағдай. Егер біздің сұйықтықтың ішінде мысалы тасты алатын болсақ, ол батып кетеді. Оны батырмай ұстап тұру үшін біз жоғары қарай бір күш түсіреміз, F күш. Мысалы қолмен ұстап тұрамыз, жіппен ұстап тұрамыз, бір күшпен, троспен. Жоғары қарай сонымен Архимед күш әсер етеді, төмен қарай ауырлық күш. Яғни денені суда батырмай ұстап тұру үшін бір F күшті табу үшін біз мына F пен F Архимед бағыттасқа қосамыз, қарама-қарсы mg-ға теңестіреміз. Бұдан F табу үшін ауырлық күшін азайтамыз Архимед күшін. Осы екі жағдайда ескеріңіздер. Енді денелердің жүзу шарттарын қарастырайық. Бірінші жағдай F Архимед тең болады ауырлық күш. Бұл жағдайда бізде денеміз судың ішінде, яғни сұйықтықтың немесе газдың ішінде жүзіп жүреді. Жүзеді. Яғни мынандай бізде
мына су болса мысалға, онда біздің денеміз осының ішінде жүзіп жүреді. Бірінші жағдай. Екінші жағдай, F Архимед кіші ауырлық күштен. Онда біздің денеміз батады. Яғни мына түбінде жатады. Екінші жағдай. Үшінші жағдай, F Архимед ауырлық күштен артық. Онда біздің денеміз су бетіне шығады. Су бетіне шығып, сосын су бетінде жүзеді ол. Онда ол бізде мына жағдай, судың бетінде тұрады. Үшінші жағдай.